Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі видеомызда көптеген студенттердің қиналатын, түсінбей жүрген тақырыптарының бірі 5-ші жұп бас ми жүйкесі үшкіл жүйкені, яғни нервус тригеминус жайлы талдайтын боламыз. Видеоға кіріспес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Ал ендеше кеттік. Бұл үшкіл жүйке 5-ші жұп бас ми жүйкесі негізінен құрамы бойынша аралас жүйке болып табылады. Аралас жүйке деп отырғанымыз құрамында сезімтал талшықтары, яғни псевдоуниполярлы жасушалардың орталық аксондарынан түзілген және де қозғалтқыш талшықтардан тұрады. Яғни көпірде орналасқан қозғалтқыш ядроның талшығы. Көріп отырғанымыздай бұл Гассеров түйіні деп аталады, немесе үшкіл түйін деп аталады. Пішіні жарты айға ұқсас келеді де, оның перифериялық және орталық аксондары бар. Осы орталық аксондарынан үшкіл жүйкенің негізгі ядроларына бағытталатын талшықтары шығады. Көріп отырғанымыздай үшкіл жүйкенің 3 негізгі сезімтал ядросы бар және бір қозғалтқыш ядросы бар. Ал мына суреттен біз көпірді көреміз. Көпірді ортаңғы мыйшық аяқшасы алдыңғы жағына қармап алып жатқанын көруімізге болады. Артқы жағында мыйшық орналасқан деген болатынбыз, иә. Және де жоғарғы жағында ортаңғы мимен шектеседі, төменгі жағында сопақша мимен, ал сопақша мидың төменгі жағында бізде жұлын орналасқан. Ендігі осы үшкіл жүйкенің 3 негізгі сезімтал ядросы сары түспен көрсетілген. Бұл бірінші нуклеус мезенцефаликус нервус тригемин деп аталады. Яғни үшкіл жүйкенің ортаңғы милық ядросы. Бұлай аталу себебі бұның яғни ұзындығы көпірден басталып жоғарғы қарай ортаңғы миға дейін созылып жатады. Және келесі нуклеус принципалис нерви тригемини, кейбір әдебиеттерде нуклеус пантинус нерви тригемин деп атайды, яғни үшкіл жүйкенің көпір ядросы, көпірдің меншікті ядросы болып табылады, тек көпірде орналасқан. Келесі бұл нуклеус спиналис нерви тригемини. Көпірден сопақша мидың бойымен бізде жұлынға дейін созылып жатқан өте ұзын ядро. Сол себепті осылай аталады. Және бір қозғалтқыш ядросы бар, бұл нуклеус моториус нерви тригемини деп аталады. Бұның талшықтары эфферентті, көріп отырғанымыздай көкпен көрсетілген. Және де мына жерде жаңа айтып кеткен Гассеров түйінінде псевдоуниполярлы жасушалар орналасқан. Яғни пішіні жарты ай тәрізді деп айтып кеттік, оның перифериялық аксондары бар және орталық аксондары. Осы орталық аксондар арқылы бізде ядролармен өзара байланысатын болып келеді. Және перифериялық аксондарының көмегімен бізде 3 негізгі яғни нервті құрайтын болады. Бұл жоғарғы нервус офтальмикус деп аталады, көз жүйкесі, екінші жүйке нервус максиллярис, жоғарғы жақ жүйкесі, және үшінші нервус мандибулярис, төменгі жақ жүйкесі. Осы жоғарғы жақ жүйкесі және де нервус офтальмикус бізде чисто сезімтал талшықтардан тұрады, көріп тұрғанымыздай, сарымен көрсетілген тек сезімтал. Ал жаңағы нервус мандибулярис, төменгі жақ жүйкесі, бізде сезімтал талшықтары да бар, сонымен қоса мына қозғалтқыш ядродан келетін қозғалтқыш талшықтармен де тұрады. Сол себепті нервус мандибуляристі төменгі жақ жүйкесін бізде аралас жүйке деп атаймыз. Тағы бірдеңе айтып кетуім қажет. Бұл жерде үшкіл жүйкенің бас миынан қалай шығатынын айта кететін болсақ, мына жерде артында көпір орналасқан, көпірді ортаңғы мыйшық аяқшасы жауып жатыр. Сол себепті көпір мен ортаңғы мыйшық аяқшасынан шығады деп айтаймыз, ортасынан қарап тұрсақ. Шыққан кезде екі негізгі түбіршек түрінде шығады. Сезімтал түбіршектер жеке, қозғалтқыш түбіршектер жеке шығады. Яғни сезімтал түбіршектер біріккен жағдайда радикс сенсория деп атаймыз, немесе бұны үлкен бөлік порция майер дейміз, және де кіші бөлшек радикс мотория қозғалтқыш. Бұны яғни қозғалтқыш талшық құрайтын болып саналады. Келесі кезекте біз осы Гассеров түйінін көреміз. Жаңа айтып кеткен, мына жерде үшкіл жүйке, оның негізгі үлкен порциясы және де кіші порциясы, яғни радикс сенсория, радикс мотория деп атаймыз. Олар жалғаса келе үшкіл түйінге барады.
үшкіл түйін қай жерде орналасады? Бұл самай тәрізді сүйекте білеміз бәріміз, пирамидасы болады. Сол пирамидасының алдыңғы бөлімінде үшкіл жүйкенің өзінің ойысы болады, яғни эминенция нерви тригемини деп атайды, сол жерде орналасады. Және де ол алға қарай бағытталып, негізінен көріп отырғанымыз кавернозды синустардың үңгірлі қойнаудың көптеген веналық өріндерден тұратын латеральды қабырғасынан өтеді. Солайша ол үш негізгі тесік арқылы бас сүйектен шығады. Бұл қандай тесіктер? Үш жүйкесі үш түрлі тесіктен шығады. Жоғарғы нервус офтальмикус фиссура орбиталис супериордан, жоғарғы көзұялық саңлаудан бізде нервус офтальмикус шығады, яғни 5-ші жұп жүйкенің бірінші тармағы. 3-ші жұп бас ми жүйкесі нервус окуломоторис шығады, нервус трохлеарис шығады, шығыршық жүйкесі, және нервус абдуценс шығатын болып табылады. Және келесі нервус максилярис болса, дөңгелек тесік форамен ротундум арқылы шығады. Ал үшінші нервус мандибулярис қозғалтқыш талшықпен бірге жаңағы аралас деп айттық. Бұл нерв жаңағы форамен овалия арқылы, сопақша терезе арқылы бас сүйектен шығатын болып табылады. Келесі талдап кететініміз, бұл үшкіл жүйке тек қана сезімтал және қозғалтқыш талшықтардан тұрады деп атадық. Онда не үшін бізде ол көз жасы безін, мысалы, төменгі жағасты, төменгі тіл асты бездерін қалай иннервациялайды десек, үшкіл жүйке арқылы тек қана сезімтал, яғни иннервация жүзеге асады бездердің. Ал бірақ та оның бойымен, үшкіл жүйкенің талшықтарының бойымен 7-ші жұп, 9-ші жұп деген секілді жүйкелердің талшықтары, яғни парасимпатикалық вегетативті талшықтары жүріп отыратын болады. Яғни үшкіл жүйкенің талшықтарын жанынан айналып, вегетативті талшықтармен сол бездерді қамтамасыз етеді. Бұл қандай талшықтар? Яғни бізде бірінші ганглион цилиари нервус офтальмикустың бойымен жүреді. Мысалы, ганглион цилиарины нервус окуломоториустың бізде парасимпатикалық талшығы бар, вегетативті. Оның преганглионарлы талшығы келеді де, осы ганглион цилиариде, кірпіктік түйінде аяқталады. Ал постганглионарлы талшығы түйіннен кейінгі осы үшкіл жүйкенің нервус офтальмикустың жаңағы талшықтарымен бірге жүріп, жоғарыда орналасқан, негізінен көзде орналасқан аккомодация қатысатын бұлшықеттер, яғни кірпіктік бұлшықет мускулус цилиаристі, және қарашықты тарылтатын бұлшықетті мускулус сфинктер пупилланы вегетативті және сезімтал жүйкелермен иннервациялайтын болып табылады. Яғни сезімтал бұл үшінші үшкіл жүйке арқылы, ал вегетативті 3-ші жұп нервус окуломоториустың парасимпатикалық талшығы арқылы жүзеге асатын болады. Келесі бұл ганглион отикум және ганглион птеригопалатинум. Ганглион отикум және ганглион субмандибуляри, яғни құлақтық түйінмен төменгі жақ түйіні нервус мандибуляристің тармақтарымен бірге жүретін болып табылады. Ал ганглион птеригопалатинум, яғни қанат таңдай түйіні, екінші жұп, үшкіл жүйкенің екінші жұбы нервус максиляристің тармағымен бірге жүретін болып табылады, яғни постганглионарлы талшықтары. Ал преганглионарлы талшықтарын айтып кететін болсақ, бұл жерде негізінен ганглион птеригопалатинумнан 7-ші жұп бас ми жүйкесінің негізгі нервус петрозус майер деген тармағы бар, парасимпатикалық, сол аяқталады осы ганглион птеригопалатинумнан. Ганглион отикумнан 9-ші жұп бас ми жүйкесі, яғни нервус глоссофарингиустың тармағы нервус петрозус минор аяқталатын болып келеді. Және ең соңғысы ганглион субмандибуляриде 7-ші жұп бас ми жүйкесінің тармағы хорда тимпанидің преганглионарлы талшығы аяқталады. Дәл осы 4 негізгі түйін арқылы сезімтал жүйкелер, 5-ші жұп бас ми жүйкесінің сезімтал жүйкелерімен бірге отырып, көбінесе бездерді иннервациялауға қатысады екен. Келесі жүйке бұл нервус офтальмикус, көз жүйкесі деп аталады. Яғни жаңа айтып кеткен осы Гассеров түйінінен бірінші болып таралатын жүйкелердің бірі. Ол алдыға қарай бағытталып, жаңағы синус кавернозустың латеральды қабырғасы арқылы жүре отырады. Оның жанында бізде 3-ші және 4-ші жұп бас ми жүйкелері де бірге жүріп отырады. Сол арқылы олар фиссура орбиталис супериор арқылы бас сүйектен шығады және көз ұясына қарай кіретін болып келеді.
кірген бойда негізгі үш тармақ береді. Бұл мұрын кірпіктік нервус назоцилиарис деп аталады, көріп тұрғанымыз. Келесі бұл нервус фронталис және де нервус лакрималис, көз жасы жүйкесі. Мына жерден сіздер көрсеңіздер болады, дәптерлеріңізге ручкаларыңыз бен парақтарыңызды алып жақсылап сызып, олардың иннервациялаушы органдарын, яғни аймақтарын жақсылап түсініп алуға болады. Бірінші бұл синус кавернозустың көріп отырғанымыз латералды қабырғасы бойынша жүріп отырды. Үшінші және төртінші басым жүйкелерімен бірге отырып, солай фиссура орбиталис супериор арқылы кірді. Және бірінші тармағы рамус менингиус, мидың қатты қабығына баратын, және содан ары қарай көз ұясына кіреді осы бойда. Және бірінші тармағы нервус назоцилиарис деп аталады. Мұрын кірпіктік түйін. Мұрын кірпіктік түйіннен бірінші кезекте мынау көріп отырғанымыз қара мен дөңгелек ганглион цилиари деп аталады. Кірпіктік түйін бұл түйінге негізінен нервус окуломоториустың негізгі преганглионарлы талшықтары келіп аяқталады да, постганглионарлы талшықтары үшкір жүйкенің осы нервус цилиарис бревиспен бірге жүретін болып табылады. Яғни қысқа кірпіктік тармақтар деп аталады. Бұлар бірге отырып көздің нұрлы қабығын және де кірпіктік бұлшықеттерді, мускулус цилиаристі, мускулус сфинктер пупилланы сезімтал және де парасимпатикалық түрде иннервациялайды. Сезімтал деп отырғанымыз осы үшкіл жүйке арқылы, ал парасимпатикалық деп отырғанымыз жаңағы нервус окуломоториустан кететін постганглионарлы талшық арқылы. Олар бірігіп, осы ганглион цилиариден 15-20 шақты нервус цилиарис бревис түрінде тармақталатын болады. Көріп отырғанымыздай, міне, нервус назоцилиаристің рамус коммуниканс деп аталады осы тармағы, ганглион цилиариде аяқталады, солай 15-20 шақты қысқа кірпіктік түйін, яғни тармақтар тармақталатын болады. Келесі тармағы бұл нервус цилиарис лонги, яғни ұзын кірпіктік түйіндер. Бұл көздің ақ қабығы мен тамырлы қабығын иннервациялауға қатысады. Міне, нервус цилиарис лонги тікелей нервус назоцилиаристен шығады. Келесі бұл нервус этмойдалис постериор және нервус этмойдалис антериор деген тармақтар. Яғни торлы сүйектің лабиринтіне барады, медиалды жаққа қарай өтеді де. Көріп отырғанымыз бұл артқы торлы жүйке және алдыңғы торлы жүйкелер. Бұлардың иннервациялаушы органдары көріп отырғанымыз торлы сүйектің артқы ұяшықтары және сына тәрізді қойнау. Сына тәрізді қойнау бұл синус сфеноидалис деп аталады. Және де бұл нервус этмойдалистен алдыңғы торлы жүйкеден екі тармақ тармақталады. Бұл рамус назалис экстернус және де бізде торлы сүйектің алдыңғы ұяшықтарына баратын тармағы өзінің рамус назалис экстернус арқылы мұрынның бізде шырышты қабығы және мұрынның терісі, сыртқы терісі иннервацияланатын болып табылады. Және де ең соңғы тармағы бізде алдыға медиалдыға қарай бағытталып нервус инфратрохлеарис, яғни шығыршық асты жүйкесін беретін болып табылады. Көріп отырғанымыз шығыршық асты жүйкесі өз кезегінде негізгі мұрынның сыртының және төменгі қабақтың терісін иннервациялайды. Міне, төменге қарай бағытталып, төменгі қабақты және мұрынның сыртқы терісін иннервациялайды. Келесі нервус офтальмикустың екінші тармағы бұл нервус фронталис деп аталады. Нервус фронталистің өзі алдыға қарай жүре отырып, бізде барлығымыз білетіндей, маңдай сүйектің жоғарғы жағында форамен суpraорбиталис орналасады. Сол көзия үсті тесік арқылы нервус суpraорбиталис жүретін болады да, осы жердегі маңдайдың терісін иннервациялайды. Оң және сол жақтан толығымен маңдайдың терісін иннервациялайды. Және сәл төмен жатқан бұл нервус суpraтрохлеарис деп атаймыз, шығыршық үсті жүйкесі. Бұл маңдайдың бізде төменгі терісі және жоғарғы қабақ. Жаңа төменгі қабақты бізде нервус назоцилиаристен тарайтын негізгі нервус инфратрохлеарис жүйкелендірген болатын, ал нервус фронталистен таралатын нервус суpraтрохлеарис бізде жоғарғы қабақты, маңдайдың төменгі бөлімін және де мұрын түбі терісі мына жерде орналасқан.
осы жерде иннервациялайтын болып табылады. Мына жерден көретін болсақ, нервус фронталис алдыға қарай бағытталды да фиссура суpraорбиталис арқылы нервус суpraорбиталис шықты маңдай терісіне, және де мына жерде нервус супратрахеалисті көрсек болады. Келесі жүйке бұл нервус лакрималис деп аталады. Бұл көріп отырғанымыздай осы көз жасы безін иннервациялауға қатысады. Тек қана сезімтал емес, сонымен қоса парасимпатикалық. Бұл қалай десеңіздер, жаңа айтып кеткен болатынмын. Бізде ганглион птеригопалатинум бар, қанаттаңдай яғни түйіні деп аталады. Дәл сол қанаттаңдай түйініне негізгі нервус зигоматикустың жаңағы тармақтарымен бірге рамус коммуниканс төмен қарай түседі де солармен бірігеді. Солармен бірігуінің нәтижесінде бізде парасимпатикалық иннервация жүзеге асады. Яғни ганглион птеригопалатинумда негізгі 7-ші жұп бас ми жүйкесінің тармағының бірі нервус петрозус майердің преганглионарлы талшығы аяқталған болатын. Ал постганглионарлы талшығы нервус зигоматикуспен бірге жүреді, нервус максиляристің тармағы. Солайша осы рамус коммуниканс арқылы бірге отырып нервус лакрималисті иннервациялауға қатысады екен. Мына жерден де көрсеңіздер болады, көз жасы безі және жоғарғы қабақтың терісін иннервациялауға қатысады. Келесі бұл жүйке нервус максилярис деп аталады, яғни жоғарғы жақ жүйкесі. Жоғарғы жақ жүйкесі гассеров түйінінен, яғни үшкөл түйінінен шығатын екінші тармақ болып табылады. Ол форамен ротундумнан шықпас бұрын дәл нервус офтальмикус секілді рамус менингиусты береді. Бірақ айырмашылығы рамус менингиус осы жердегі менингиалды тармақ ортаңғы менингиалды артериямен бірге жүре отырып, мидың қатты қабығының иннервациясын және қанмен қамтамасыз етілуін жүзеге асыратын болып табылады. Келесі кезекте нервус максилярис форамен ротундум арқылы бас сүйегінен шығады. Бас сүйегінен шыққан бойда ол қанаттаңдай шұңқырына түседі. Яғни осы аймақ қанаттаңдай шұңқыр деп аталады, фосса птеригопалатина. Және фосса птеригопалатинумда қанаттаңдай түйіні орналасқан. Ганглион птеригопалатинум. Келесі кезекте нервус максиляристің осы шұңқырдан 3 түрлі негізгі жүйкелері тармақталатын болып табылады. Алдыға қарай тармақталатын бұл нервус зигоматикус, бет жүйкесі және көзия асты жүйкесі бұл нервус инфраорбиталис. Ал көзия үсті жүйкесі жаңа айтып кеткен болатынбыз, нервус офтальмикустан тармақталған болатын. Және төменгі бағытқа қарай 2-3 тармақ бойынша бізде рами ганглионарис тармақталады. Көріп отқанымыз, ол өз кезегінде ганглион птеригопалатинумға бірігетін болып саналады. Келесі кезекте біз осы әрбір жүйкені жеке талдайтын боламыз. Бірінші кезекте бұл нервус инфраорбиталис, көзия асты жүйкесі. Көріп отырғанымыздай форамен ротундумнан шығып фосса птеригопалатинумға түседі және одан қарай сулькус инфраорбиталисте жатады осы бойда және каналис инфраорбиталис арқылы беттің алдыңғы жағына шығады. Көріп отырғанымыздай беттің алдыңғы жағына шыққан бойда негізгі фосса канина деп атаймыз осы аймақта. Фосса канинаға шығып бірнеше тармақтарды береді. Бұл төменгі яғни қабақ тармағы және де жоғарғы ерін тармағын береді және мұрын тармақтары рамин назалисті береді. Сәйкесінше атап айтқандай жоғарғы қабақты төменгі қабақтың терісін жоғарғы еріннің терісімен шырышты қабығын қамтамасыз етеді және мұрынның сыртқы терісін иннервациялауға қатысады екен. Дәл осы көріп тұрғанымыз яғни жүйкелерді бізде 3 жүйкені бізде пес ансеринус минор деп атаймыз, яғни кіші қаз аяғы. Жоғарғы ерін терісін, мұрын қанатының терісі, төменгі қабақтың терісі. Каналис инфраорбиталистен шыққан бойы. Және де фиссура орбиталис инфериордан шықпас бұрын бірінші тармақты беретін бұл нервус альвеолярис супериорис постериорис, яғни бұны қалай жаттап аламыз біз? Жоғарғы деп аламыз, яғни нервус максилярис қой, жоғарғы, алдыңғы, артқы, ортаңғы, яғни альвеолярлы жүйкелер. Артқы альвеолярлы жүйке тікелей нервус максиляристен, ал
ортаңғы және алдыңғы жоғарғы альвеолярлы жүйкелер нервус инфраорбиталистен төмен қарай түседі де үшеуі бірігіп, яғни жоғарғы тістік өрімді қалыптастырады, яғни plexus dentalis superior. Дәл осы plexus dentalis superiorдан екі негізгі тармақ тармақталады. Бұл жоғарғы тістің, яғни тармақтары rami dentalis superioris, бұл жоғарғы жақтық тістерді иннервациялайды, және оның қызыл иектерін бізде rami gingivalis superioris, яғни жоғарғы қызыл иектік тармақтар иннервациялайтын болып саналады. Бұл жерден көрсек болады, көріп отырғанымыз каналис инфраорбиталиске кірмес бұрын негізгі тармағы, яғни бұл nervus alveolaris superior posterior, superior medius және superior anterior. Дәл осы жердегі өрімдер plexus dentalis superior, және де олардан тармақталатын қызылиектік және тістік негізгі тармақтарды көрсек болады екен. Келесі nervus maxillaris'тің тармағы бұл nervus zygomaticus деп аталады, яғни бет жүйкесі. Бет жүйкесі өз кезегінде негізінен екі тармаққа тармақталады. Бұл ramus zygomatica facialis және ramus zygomatica temporalis. Барлығымыз білетіндей, бізде бет сүйегі бар, ос зигоматикум. Көріп тұрғанымыз бұл ос зигоматикум деп аталады. Яғни самай сүйегіне дейін созылып жатқан ос зигоматикум, яғни құлақтың алдыңғы жағына дейін. Дәл осы ос зигоматикумның үш, яғни тесігі бар. Үшіден көрейік. Яғни ramus zygomatica temporalis, мына бет сүйегі, ішкі жағында foramen zygomatica orbitale, осы арқылы nervus zygomaticum кіреді. Кейіннен foramen zygomatica facialis бар және foramen zygomatica temporalis бар. Сәйкесінше nervus zygomatica temporalis шығады, яғни бет сүйегінің доғасынан жоғарғы жаққа қарай, және бет сүйегі доғасынан төмен қарай жаңағы ramus zygomatica facialis шығады. Міне, ramus zygomatica facialis бетке қарай шығатын және самай бөлікке қарай шығатын ramus zygomatica facialis болып табылады, temporalis болып табылады. Олардың иннервациялайтын аймақтары сәйкесінше бет сүйегі доғасынан жоғары, бұл бет сүйегі мен ұрттың, яғни самай және көздің сыртқы бұрыш аймақтары иннервациялауға қатысады, және де ramus zygomatica facialis бет сүйегінен төменгі доғаларды, бет сүйегі доғасын, ұрттың негізгі терісін иннервациялауға қатысатын тармақтар болып табылады. Және келесі тармақ бұл ramus ganglionaris, 2-3 тармақ түрінде түсіп, ganglion pterygopalatinumға барып аяқталады, көріп отырғанымыздай, және де сол аймақтан көптеген тармақтар беретін болып саналады. Және де ganglion pterygopalatinumда жаңа айтып кеттік, негізгі 7-ші бас ми жүйкесінің парасимпатикалық преганглионарлы талшығы аяқталады. Бұл талшық nervus petrosus Mayer деп аталады, және постганглионарлы талшықтары осы nervus maxillaris'тің талшықтарымен бірге жүріп отыратын болып саналады. Бұл қандай талшықтар? Бірінші кезекте foramen sphenopalatинум арқылы латеральды жаққа қарай шығып, мұрынның шышты қабығын иннервациялайды. Оны мына жерден көрсек болады. Өз кезегінде бірнеше тармақтарды береді. Жаңа айтып кеткен бұл мұрынның шышты қабығын иннервациялайтын жоғарғы артқы бұл мұрындық тармақ rami nasalis posterior superioris және rami nasalis posterioris inferioris. Жоғарғы тармағының өзі латеральды және медиалды тармақтарға бөлінетін болып саналады. Келесі тармағы бұл rami ganglionaris'тың nervus nasopalatinus. Nervus nasopalatinus алдыға қарай бағытталып, төмен қарай canalis incisivus'тан түсіп, қатты таңдайдың шышты қабығын иннервациялауға қатысады. Сонымен қоса nervus жаңағы palatinus Майермен де анастомоз құратын болып саналады. Міне, canalis incisivus арқылы түседі nervus nasopalatinus, және осы аймақта бізде мына жерде canalis petrosus palatini Майер және canalis palatini minor орналасады. Сәйкесінше nervus palatini Майер
қатты таңдайды, иннервациялайды, және де жаңа айтып кеткен нервус наза палатинус пен анастомоз түзеді. Және де артқы жағында каналис палатини минор арқылы нервус палатини минор өтетін болып, көріп отырғанымыздай жұмсақ таңдайды иннервациялауға қатысады екен, яғни шышты қабықтарын. Келесі жүйке бұл нервус мандибулярис, яғни төменгі жақ жүйкесі деп аталады. Алдыңғы жүйкелерден айырмашылығы аралас жүйке болып саналады, яғни құрамында сезімтал талшықтары және қозғалтқыш талшықтары болады. Және де бас сүйектен шығатын тесігі форамен овале, яғни сопақша тесік деп аталады. Бас сүйектен шықпас бұрын, яғни бас сүйектен шығып, форамен оваледен қайтадан бас сүйегінің ішіне қарай кіріп, рамус менингиусты береді, яғни ол мидың қатты қабығын иннервациялауға қатысады. Сонымен қоса оның негізгі сезімтал және қимылдатқыш талшықтары бар. Қызылменмен тек қана қимылдатқыш талшықтарды бөліп кеттім сіздерге, ал жасылмен негізінен сезімтал талшықтарды көрсек болады. Келесі кезекте бірінші талшығын талдайтын болсақ, бұл нервус альвеолярис инфериор, яғни төменгі альвеолярлы жүйке деп аталады. Жаңа нервус максиляристен жоғарғы альвеолярлы жүйке. Оның өзі алдыңғы, ортаңғы, артқы болып бөлінді, және тістік өрімдерді түзді. Дәл сол секілді төменгі альвеолярлы жүйкеде, яғни тістік тармақтар рами денталис, яғни инфериорис, көріп отырғанымыз оларда plexus dentalis inferiorды түзеді, яғни төменгі тістік өрімді, және де төменгі тістің қызыл иектерін иннервациялауға қатысады, олардың шышты қабатын, және де алдыға қарай бағытталып, көріп отырғанымыздай нервус менталис тармағын береді, яғни бізде иекте алдыңғы жақта форамен менталис деген тесік бар, иек өзегі, яғни тесігі, сол арқылы бізде нервус менталис шығады, және де иектің осы аймақтарын терісін иннервациялауға қатысады. Және айтып кету керек, нервус альвеолярис инфериор бізде ең ірі жүйкесі болып табылады, үшкіл жүйкенің үшінші тармағының, және де бұл жерде кесіп алынып тасталған, бірақ та каналис мандибуланың бойымен жүре отырып, жаңағы тістік тармақтарды беретін болып саналады. Және де келесі үшкіл жүйкенің үшінші тармағы бұл нервус лингвалис деп аталады. Біз толығымен бірінші сезімтал талшықтарды талдап өтейік, кейіннен яғни осы қозғалтқыш талшықтарды талдайтын боламыз. Бұл нервус лингвалис өзінің бойында бірінші кезекте хорда тимпанимен жүреді. Хорда тимпанимен жүрген бойда бұл тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінің, яғни жалпы сезімталдылығын қамтамасыз етеді. Жалпы сезімталдылық дегеніміз бұл температураны, ауырсынуды сезіну болып табылады. Ал хорда тимпани бұл барлығымыз білетіндей 7-ші жып басымы жүйкесінің тармағы, ал 7-ші жып басымы жүйкесінде парасимпатикалық, яғни вегетативті талшықтар бартығын. Дәл осы хорда тимпани парасимпатикалық болып табылады да, тілдің алдыңғы 3/2 бөлігінің, яғни дәм сезу сезімталдылығын қамтамасыз етеді. Сонымен қоса оның постганглионарлы талшықтарымен бірге отырып, негізінен тіл асты және жақ асты сілекей бездерінде иннервациялауға қатысады. Бұл қалай десек, нервус лингвалис көріп отырғанымыз, ол төмен қарай жүре отырып, ганглион субмандибулярия және мына жақта ганглион сублингвале бізде түйіндері бартығын. Ал хорда тимпанидың преганглионарлы талшықтары дәл осы ганглион субмандибулярияде аяқталады. Ал постганглионарлы талшығы нервус лингвалиспен бірге жүреді, екеуі. Солайша осы бездердің иннервациясы жүзеге асып отыратын болып саналады. Және келесі бұл нервус буккалис деп аталады, яғни ұрт жүйкесі. Ұрт жүйкесі бұл ұрттың терісін және шышты қабығын иннервациялауға қатысады. Бастапқы кезде нервус буккалис мына көріп тұрғанымыздай екі бұлшықеттің арасынан өтеді. Бұл қандай бұлшықеттер, яғни алдыңғы медиалды және латеральды қанаттық бұлшықеттер деп аталады, яғни мускулус птеригоидус латералис және медиалис. Солардың арасымен өтіп,
ұртты тесіп өтеді де сол аймақтың шышты қабатын терісін иннервациялауға қатысатын болып табылады. Және де келесі бұл нервус аурикуля темпоралис деп аталады. Көріп отқанымыздай самай аймақтың терісі, құлақ қалқанының алдыңғы беті, самайдағы төменгі яғни самай төменгі жақ буыны бар. Аузымызды ашып жұмған кездегі сол буынды капсуласын иннервациялайды және дабыл жарғағын шықшыт безін иннервациялайды. Шықшыт безін қалай иннервациялайды? Жаңа айтып кеттім, нервус мандибулярис, ганглион отикум, яғни құлақтық түйінмен бізде байланыс жасайды, иә. Ал құлақтық түйінге бізде қандай жүйкенің преганглионарлы талшығы келеді десек, бұл әрине 9-шы жіп басымен жүйкесінің талшығы нервус петрозус минор, яғни кіші тасты жүйке. Ал постганглионарлы талшықтары сол ганглион отикумнан шыққан кезде нервус аурикуля темпоралиспен бірге шығады да осы аймақта орналасқан негізгі шықшыт безін иннервациялауға қатысады, яғни сезімтал және парасимпатикалық талшықтар арқылы. Сонымен қоса өз бойында ол нервус аурикуля темпоралис бірнеше сезімтал талшықтарын береді. Бұл дабыл жарғағына беретін талшықтары, және де құлақтың бізде сыртқы шеміршегіне беретін талшықтары, және де нервус темпоралис суперфициалисті береді, самай аймағының терісін иннервациялайтын. Сонымен қоса бізде келесі жүйке, яғни қозғалтқыш жүйкелер болып саналады. Бұл бірінші жүйке нервус мелахиадис, яғни жақ тіл асты бұлшықеті. Тіл асты дегеніміз бізде қозғалмалы, ешқандай да сүйекпен байланыспайтын тіл асты сүйегі болып табылады. Дәл осы нервус мелахиадис жаңағы айтып кеткен жақ тіл асты бұлшықетін мускулус мелахиадисті және қос қарыншалы бұлшықеттің алдыңғы, яғни бөлігі. Бұл мускулус дигастрикустың, яғни вентер антериоры алдыңғы бөлігі. Келесі қозғалтқыш талшық бұл мускулус массетерикуста, яғни ең мықты бұл шайнау бұлшықетін иннервациялайтын нервус массетерикус. Және де келесі нервус птеригоидус латералис және нервус птеригоидус медиалис болып табылады, яғни бұлар медиалды және латералды қанаттық бұлшықеттерді иннервациялауға қатысады. Міне көріп отырғанымыздай мускулус птеригоидус медиалис және латералис болып саналады. Мына жерден орналасқан, ал олардың аралығына жаңа айтып кеткен сезімтал талшық нервус буккалис шығады. Және келесі қозғалтқыш бұл негізгі нервус темпоралис профунди, яғни терең самай жүйкесі деп аталады. Самай бұлшықетін иннервациялауға қатысады. Оның өзінің екі тармағы бар, алдыңғы және артқы тармақтары. Нервус темпоралис профунди anterior et posterior. Ал жаңағы беткей самай жүйкесі нервус аурикуля темпоралистен тармақталатын болып саналады. Және келесі бұл нервус мускули тензори вели палатины, яғни жұмсақ таңдайды керетін бұлшықет. Және келесі нервус мускули тензорис тимпани деп аталады. Дабыл жарғаған керуші бұлшықет. Дәл осы мускулис тензорис вели палатины бізде жиырылған жағдайда евстахиев түтігі ашылатын болып табылады. Бұл қандай жағдайларда қажет? Яғни самолеттің ішінде мысалы құлағымыз бітеліп қалған кезде ортаңғы құлақтағы қысым мен екеуінің арасындағы ауаның қысымы сәйкес келмейді. Соның әсерінен осы бұлшықеттің жиырылуы арқасында бізде евстахиев түтігі ашылады да дабыл жарғағы мен атмосфералық қысымның екеуінің балансы реттелетін болып саналады. Бұл суретті толығымен талдап өттік. Келесі бізде яғни мускулус тензорис тимпани деп аталады. Бұл қай жерде орналасқан? Біз құлақ анатомиясы деген сабақта толығымен айтып өткен болатынбыз. Сіздер көрсеңіздер болады. Неврология анатомия плейлистен. Бізде негізінен құлақта екі, яғни өзек бар. Яғни каналис мускула тубариус деп аталады. Яғни каналис тубариус бұл евстахиев түтігі. Ал каналис мускуляристе бізде осы мускулус тензор тимпани орналасады. Осы себепті бізде
Осы бұлшықет орналасқандықтан Евстахиев түтігін ашатын бұлшықеттердің бірі, және келесі мына жерден мускулус тензор вели палатиниді көреміз, және де мускулус птеригайдиус медиалисті байқауға болады, және де жаңа айтып кеткен нервус альвеолярис инфериордан бірінші болып тармақталатын тармақ, бұл әрине нервус милохиаидус деп аталады. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздер толығымен 12 жұп нервтің анатомиясын плейлистке өтіп көре аласыздар, немесе комментарийға қалдырып кететін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.